Бүгін осындай сочный, әдемі тәмді тауық пісіреміз. Ол үшін тауығымызды бірінші арқасынан кесіп аламыз. Кімге қалай ыңғайлы солай. Пышақтан қарағанда қайшымен ыңғайлы. Менде домашний тауық 3 килограмм. Міне осылай арқасын алып тастаймыз. Енді мына жерін ашылу үшін осылай пышақпен салфеткамен құрап шығамыз. Енді комнаталық температурадағы майды үстіне жағып шығамыз. Енді арт жағына жағамыз. Терісін арасын ақындап ашып сол жерге жағамыз. Қанаты кекетпес үшін қанаттың сайын астына қайырып қоямыз. Мен бір қанаты сынып қалған. Сондықтан екі столовая ложка сливочный май кетеді. Енді мына жерде 4 зубчик чеснок, оған бір қасық чайная ложка толтырып, жаңағы толмай қалды. Тұз, бір қасық қарабұрыш. Осыны араластырып, жаңағы майдың үстіне жағамыз. Бірінші үш жағына жағып алайық. Енді сырт жағына жағамыз. ішіне енді бұны тұзы әбден сіңгенше қойып қоямыз. 3-4 сағатқа. Егер кешке жасасаңыздар, таңертеңше қойып қойсаңыздар, соны таңертең пісірсеңіздер болады. Тауығымыз дайын болды. Мен астына картошка салдым. Сіздер салмасаңыздар да болады. Өздеріңіз білесіздер. Салуға да болады, салмауға да болады. Енді осыны пергаментпен жауып, осылаймен 200 градуста 1 сағат пісіреміз. Енді кетчуптан осылай кәсеге құйып аламыз да.
Менің тауығым үлкен болғандықтан мен 1,5 сағат пісірдім тауығын. Одан кейін 5 минуттан осылай ашып кетчупты бүйтіп жағып шығамыз. Әдемі корочка шығу үшін осылай жағып шығамыз. Бірінші бір слой жағамыз. 5 минуттан кейін тағы да 5 минуттан кейін тағы да 3 рет жағып шығамыз. Енді екінші қайтара жағамыз. Енді үшінші рет жағамыз. Сонда осындай әдемі қып-қызыл корж болып шығады. Үшінші рет жағып болдық. Енді 5 минутқа қойып, 5 минуттан кейін өшіріп, осы духовкада 10-15 минут ұстаймыз. Тауығымыз дайын, пісіп болды. Кесіп көрейік. Суын көрдіңіз бе? Қалай шығып жатыр? Көрдіңіздер ме? Суы бәрі өзінде дәмді болып шығады. Арасы бәрі пісқан. Ас болсын.